Hayırlı kеш, құрметті әріптестер. Бүгін білім класс журналы бойынша есептіліктің ішінде сынып бойынша үлгірім және пән бойынша үлгірімді қалай реттеп алуға болатындығын түсіндіретін боламыз. Ол үшін бізде бірінші сынып бойынша үлгірімді көрейік. Сынып бойынша есептіліктің ішінде сынып бойынша, мысалы, екінші тоқсанның ішінде кез келген бір сыныпты ала салайын мен. 7А деген сыныпты алайын, мысал үшін. Бұл жерде 7Аны көрейік. Бірінші, екінші тоқсан, 24-25 оқу кезеңінде 23 оқушымен аяқталған екен. Және де төмен жағында пәндер бойынша білім сапасы көрсетілген екен. Бірақ осының төмен жағына осы пәнді беретін педагог көрсетілмеген. Екпінділер, үлгірушілер деген сияқтылардың бәрі толық көрсетілген екен. Енді осыны көшіріп алайын мен. Көшіріп алғаннан кейін көп педагогтар үшін, енді біршама көп демей қояйын, енді біраз педагогтар үшін қиындық тудырады бұны. Принтерден шығару өте қиындық тудырады. Мысалы, дәл осыны принтерден жіберетін болсам, бірінші тексеріп көретін болсам, мына жерде дәл осы күйден шығарғанда 6 парақ болып шығады. Оны реттеу үшін мына жерде мыналардың барлығын қысуымызға тура келеді, немесе көлденең тігінен жазуымызға тура келеді. Мыналардың бәрін қысамыз, былай қаратай мүмкіндігінше. Былай қысып, мынаны қысайын десем, мына жерде екпінді, озат деген сияқты оқушылар бар екен. Олар реттеуге тура келеді, сосын біршама қиындық тудырады. Бұны оңай алудың тәсілі. Мына жерде білім САП 2024 деген бағдарлама бар екен. Осы бағдарламадан сынып бойынша есепті реттеу. Осы бағдарламаны басып, бағана көшіріп алған, Загрскірде тұрған көшіріп алған электрондық кестемізді тастасақ болды, осыған жеткілікті. Бұл өзі реттеп шығарып береді. Уже мына белгі біз бұны алып қойғамыз деген сөз. 7А сыныбы туралы мәліметті алып қойғамыз, алдында шығарып қойғамыз. Оги батырмасын басайын, бұл жерде дайын үлгіде шығарып берді. Және де қарайтын болсаңыз, осының ең төмен жағына сол педагог туралы ақпарат береді. Қай сабақтан кім береді, биологиядан кім береді, дүниежүзі тарихынан кім береді, информатикадан кім береді деген сияқты, қазақ тілінен кім береді, және де шетел тілінен кім береді деген мәліметтердің барлығын шығарып береді. Және де тура төмен жағына оқу озаты, екпінділер, үлгірушілер. Дәл сол осыны тексерейік. Дұрыс қатесі, мысалы, оқу озаты біреу, екпінділер 11, үлгірушілер 11. Жалпы 23. Бағана егзелге барайын. Бұл жерде біреу деп тұр, бұл жерде 11 деп тұр. Осының төмен жағында 11. Дұрыс шығарып тұр екен. Және де төмен жағына сынып жетекшісі туралы ақпаратты көрсетеді. Енді бұны принтерден шығару оңай. Кәдімгідей басамыз мына жерде. Принтерге өзі реттеп, дайын қып, осындай қып шығарып береді. Бұлай ашып қарасақ, міне бәрі дұрыс. Және де бұл жерде электрондық нұсқасы деген бұны сканерден өткізеді. Google дискі мәліметті осы туралы тастап отырғанбыз. Егер қажет жағдайда осыны сканерлеп, тиісті педагог өзінің жұмысын ала береді деген сөз. Міне сынып бойынша осылай реттеледі. Ал енді пән бойынша реттелуін көрейік біз. Пән бойынша, мысалы, кез келген пәнді алайын бұл жерде. Пән бойынша үлгірім дегенді ашайын. Осының ішінде. Маған қажетті. Қазір қазақ тілі деген пәнді ала салайын. Немесе физика, екі пәнді көрсетейін. Бірінші қазақ тілі пәнін алайын. Қазақ тілі пәнін бейтіп, енді есепті көрсету деген бағдарламаны басатын болсақ, бұл тура электрондық кестеде жүктеледі. Кестеде жүктелді, 2 адам басталған екен. Жалпы 11-ші сыныпқа дейін барады екен. 11 сыныпқа дейінгі барады екен. Және де орта бағалы білім сапасы, үлгірімі деген нәрселердің барлығы осы жерде көрсетіп тұр. Енді бұл жерде қарап отыратын болсақ, мысалы 2Ада осы қазақ тіл пәнінен кім береді? Ол мәлімет бұл электрондық кестеде көрсетілмеген.
көшіріп алдым. Қазір осы электрондық кестені ашайын. Қазақ тілі пәні бойынша электрондық кестені аштым. Ашса міне дәл солай тұр. Бұны да шығарып алу принтерге сәл ыңғайсыздық тудырады. Ол енді қатты ыңғайсыздық тудырамауы мүмкін. Мысалы, мына жердегі бос ұяшықтарды алып тастаймын. Сонда қазір бір бетте болып қалуы мүмкін бұл негізі. Жоқ, болмайды екен, бұл жерде 2-ден асып кетеді екен. 2-ден асып кетеді екен. Бұл шамалы бағанағы сынып бойынша есепке қарағанда реттеуге мүмкіндік бар. Бұны да дәл солай, мына жерде педагог деген бағдарлама бар. Педагог. Осы педагог деген бағдарлама арқылы шығарып алуға болады. Бірінші мысалы көшіру бойынша осы кестені көшіріп алғанбыз, бағанағы пәндер бойынша кестені көшіріп алғанбыз. Енді пән бойынша есепті алу батырмасын басып 25 қай 90-дағы, екінші 90-дағы қай пәнді бұл жерде баған керегі қазақ тілі пәні. Қазақ тілі пәні бірлестік жетекшісі кім? Соны бірлестік жетекшісін талдап қойсаңыз да болады, талдамасаңыз да болады. Мысалы, бастауышқа керек болса 2 мен 4-ші сыныптар арасында бір есепті алайық қазір. Мен жерде 2-ші сыныптар, 3-ші сыныптар, 4-ші сыныптар жалпы осы бастауыш сыныптар үшін қанша пайыз берді, соны көрсетіп тұр. Және де 5 пен 11-ді бөлек алуға да болады бұл жерде. Бағанағы электрондық кестеде бәрі бірге тұрған еді ғой, 2-ден бастап 11-ға дейін. Бұл жерде де мысалы 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 9-ші сыныпта бір рет есеп жүргізген бұл жерде 5 пен 9 аралығында. Сосын 10-ші, 11-ші сынып деп осы екеуінің аралығында бір есеп жүргізген, ең соңында жалпы мәліметтерін жіберген. Енді 2 мен 11 аралығында да дәл солай, жалпы 2 мен 11 сыныпта осы пән болатын болса, сол пәндерді толық көрсетуге мүмкіндік береді. Және бір пәнді көрсете салайын. Мысалы, енді бастауышта болмайтын, жоғары сыныпта болатын, мысалы, физика пәнін ала салайын. Бұл да дәл солай, барлығын таңдау, есепті құру. Есепті құру, міне 7-ші сыныптан басталады екен бұл жерде 11-ші сыныпқа дейін. Бұны да кестені көшіріп алайық. Кесте, электронды кесте көшірілді. Енді дәл солай пән бойынша үлгірімді көру. 2-ші 90 пәні, физика пәні, мысалы бірлестік жетекшісі талдап қояқ бұл жерде. Енді 2 мен 4 дейтін болсам бұл қате болады, себебі бізде 2 мен 4-ші сыныптар арасында бұл пән жүрілмейді. Сондықтан 5 пен 11 деп генім дұрыс болады, өйткені бізде 7-ші сыныптан бастап өтілген 7 мен. Енді 2 мен 11 десем де қалай болады екен, өйткені бастауышқа өтпегендіктен бұл бастауыштағы мәліметтерді шығармайды. 7, 8, 9, 10, 11 жеке-жеке мәліметтері шығарып береді. Мынаны талдайтын болсам, қате шығаруым мүмкін. Қате, өйткені физика деген пән 2 мен 4-ші сыныптардың аралығында жүрмейді деген сөз. Осындай білім кластағы мәліметтеріңізді өстіп реттеп алуларыңызға болады. Осы реттеген мәліметтеріңізді Google тегістіге сақтап қойсаңыздар, болашақта өздеріңізге, қажеттіліктеріңізге пайдалануларыңызға мүмкіндік береді. Сау болыңыздар.